Қазақстандағы интернет саласының дамуына арналған конференцияда қатысып отырмыз. Оның бірінші сессиясы мемлекет және интернет деп аталатын сессияның жұмысына қатысып қазір ғана шықты. Бұл мемлекет пен интернетке арналған сессияда Қазақстанның ақпараттандыру және информатика саласының агенттігінің басшылары өз баяндамаларын жасады. Қазақтелекомнан да өкілі келіп өз баяндамаларын жасады. Өкінішке орай, бұл кісілердің баяндамаларының бәрі жаңағы орыс тілінде болып тұр. Қазақстандағы интернет саласының дамуына келетін болсақ, әрине 17 жылда біраз жетістіктер бар. Оның даму, өсу динамикасын баяндамаларында айтып көрсетті. Сол жетістіктер бұдан да көбірек болатын еді. Бұдан да үлкен жетістіктер жетуге болатын еді. Егер осы мемлекеттік мекемелердің басшылары өз мемлекетіміздің ата заңын дұрыс орындап, ата заң талаптарын орындаса, бұдан да зор жетістіктер жетуге болатын еді. Мен бұны нақтылайын. Қазақ елінің конституциясының 7-ші бабында былай деп айтылған: мемлекет тілмен қатар орыс тілі тең қолданылады, ресми түрде делінген. Егер 17 жыл ішінде осы конституциялық талап толық орындалған болса, 17 жыл ішінде қазақ елінде қазақ тілін білмейтін бірде-бір пенде қалмайтын еді. Өкінішке орай, осы конституция талабын елімізде, халқымызда жаңағы біле білмейді. Ал білімді мемлекеттің мекемелері істеп жүрген басшылары бірінші кезекте орындау керек еді. Сол кісілер орындамағаннан кейін осындай кемшіліктерге жол беріп аламыз. Бұлай дейтін себебім, жаңағы кез келген мемлекеттік мекемелердің қазір сайттарын ашып көрсек, бұл құрақ сөз емес, бұны қазір дәлелдеу болады. Жаңағы екі мемлекеттік мекеме өкілдері баяндама жасады. Экранға баяндамалардың бәрі орыс мәтіні көрініп тұр. Ол кісілерге неге қазақ тілде екінші экранға қоюына болмайды? Осындайдан басталады. Егер мемлекеттік мекеме басшылары интернетті дамытамыз десе, қазақ тілді, әр басшы өз мекемесі туралы сайттағы жаңалықтар болсын, ғылыми ізденістер болсын, кез келген ақпаратты бірінші кезекте мемлекет тілде ілуі керек сайтқа. Сонда ол конституцияны орындаған болады, ұлттық намысты, ұлттық рухты көтерген болады. Сонда ғана біздің жастарымыз интернетке қазақша шыға бастайды деп ойлаймын. Бұған енді қоғамдық ұйымдарда атсалысып жатыр. Мысалы, Алматы қаласында осы 15 мамырда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы құрылды. Бұған құрамына кімдер кірді? Бұған осы ел заңдары аясында өз жұмыстарын белсенді жүргізіп жүрген қазақ тілді ұйымдар кірді.